Сәлеметсіздер ме 3-ші сынып оқушыларым? Қазір қазақ тілі пәні 49-шы сабақ, тақырыбы нәтиже сабақ. Бүгінгі сабақта балалар өткен сабақтардың барлығын қайталаймыз. Түбір сөз, қосымша, түбірлес сөз және тағы басқа тақырыптарды қайталаймыз. Қазір оқулығымыздың 93-ші бетін ашамыз. Бірінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқу. Сабақтың о бастағы мағынасы тіпті басқаша. Араб тіліндегі сабақ сөзі таңертең деген мағынаны білдіреді. Оның ауыспалы екінші мағынасы таңертең келу. Оқудың көбіне ертеңгілікте басталатынын ескерсек, сабақ сөзінің таңертең оқуға келу мағынасын беретіндігін байқаймыз. Бірінші тапсырма. Мәтінге ат қою. Мәтінге сабақ деп ат қойсақ болады, оқушылар. Екінші тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып жаз. Біздерге бірінші сұрақты оқулықта көрсеткен. Сабақ сөзінің тура мағынасы нені білдіреді? Енді тағы екі сұрақ өзіміз құруымыз керек. Мысалы, сұрақты былай қойсақ болады. Сабақ сөзінің ауыспалы екінші мағынасы қандай? Және тағы да бір сұрақ. Таңертең оқуға келу мағынасын неден аңғардық? Екінші тапсырма бізге жұмбақ берген. Мұртын сипап күн бойы, бетін сусыз жуады. Сырды аңдып түн бойы, тышқанды көп қуады. Жауабы мысық. Жұмбақты шешеміз. Шештік, бірінші тапсырма орындадық. Екінші тапсырма антонимдердің астын сыз дейді. Антоним сөздер бір-біріне қарама-қарсы. Бұл жерде антоним сөз күн бойы және түн бойы. Мына жұмбақтың қарамен жазылған сөздерді тап. Сусыз және тышқанды. Сөз құрамына талда. Сусыз түбірі су, тышқанды түбірі тышқан. Олай болса, оқушылар, жұмбақты дәптерге жазып алған болса, келесі үшінші жаттығу. Бізге тақырып берген. Кітаптар мұңа. Мына тақырыпқа қарап отырып, өзіміз болжаймыз. Бұл жерде әңгіме не туралы болуы мүмкін? Қазір біз әңгіме құраймыз. Біздерге оқулықта тірек сөздер берілген. Жыл соңы, мектеп кітапханасы, жыртылған кітап, сызылған кітапша, мұңдарын шағу және кітапханашы деген тірек сөздер бар. Осыларды құрастырып, біз шағын әңгіме құраймыз. Мысалы, былай бастасақ болады. Жыл соңы, мамыр айы келді. Оқушылар кітаптарын тапсырып, 3 ай жазғы демалысқа шығып бара жатыр. Оқулықтар тапсырып жатқан кезде кітаптың бірнеше беттерін жыртылғанын көрді. Кітапханашының көңіл күйі түсіп кетті. Міне осылай балалар әркім өз қалағанынша шағын әңгіме құрайды. Осы жерде балалар мына сөздерге қараймыз. Кітап, кітапша, кітапхана, кітапханашы. Бұл қандай сөздер болар? Бұл дұрыс айтасыздар, түбірлес сөздер. Өйткені оның түбірі бір. Соңғы 4-ші тапсырмаға қараймыз. Біздерге сөздер берген. Соның түбірі мен қосымшасын ажыратып жазамыз. Қосымша білеміз. Жұрнақ жалғау болып екіге бөлінеді. Жұрнақ сөздің мағынасын өзгертеді, ал жалғау сөз бен сөзді байланыстырады. Ал түбір дегеніміз сөздің одан әрі бөлінбейтін бөлігі. Бұл жерде бірінші сөз кезекшіге сөзі. Түбірі кезек, ші жұрнақ. Өйткені мағынасын өзгертіп тұр. Ал ге жалғау.